Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, қадірменді ұлттық спорттың шын жанкерлері. Приветствуем вас, уважаемые гости, дорогие друзья и фанаты. Good day, dear distinguished guests, our friends and fans. Қадірменді ағайын, бүгін ұлы дала төріндегі елордамыз Астанадағы айтулы оқиға. Экспо 2017 халықаралық көрмесі аясында аударыспақтан республикалық түйе балуандар бәсекесіне қош келдіңіздер. Добро пожаловать на соревнования спортсменов в абсолютном весе республиканского турнира по аударыспаху в рамках проведения специализированной выставки Экспо 2017. Welcome to the competition between absolute weight category athletes of Open Republican Tournament for Audarıspah, which is being held within the framework of Expo 2017 Specialized Exhibition. Қадірменді ағайын, дәл қазір ең үздік 17 спортшыны мінекей ортамызға шақыратын боламыз. Шеруді бастап келе жатқан Рамазан Сәттібай, бүгінгі жарыстың бас төрешісі. Уважаемые гости, дружными аплодисментами встречаем 17 лучших спортсменов нашего турнира. Let us welcome the best 17 athletes of our tournament. Қадірменді ағайын, қолдап отырыңыздар, қазір нағыз қызықты бәсекелер басталады. Тізіммен нағыз болыңыздар, бүгінгі жарыстың спортшылары. Біржан Қосалиев, Қазақстан. So the participants are Қосалиев Біржан, Kazakhstan. Ақби Бақытбек, Моңғол Халық Республикасы. Ақби Бақытбек, People's Republic of Mongolia. Тайжанов Жанболат, Қазақстан. Тайжанов Жанболат, Kazakhstan. Жеңісбек Серік, Моңғол Халық Республикасы. Жеңісбек Серік, People's Republic of Mongolia. Бекбосынов Ербулан, Қазақстан. Бекбосынов Ербулан, Kazakhstan. Рахматулла Есімхан, Қазақстан. Рахматулла Есімхан, Kazakhstan. Сырым Эзбасаров, Қазақстан. Эзбасаров Сырым, Kazakhstan. Смаилов Данияр, Қазақстан. Смаилов Данияр, Kazakhstan. Ахметов Жантілеу. Ахметов Жантілеу, Kazakhstan. Егінбай Еркебұлан, Қазақстан. Егінбаев Еркебұлан, Kazakhstan. Көрпебаев Дархан, Қазақстан. Көрпебаев Дархан, Kazakhstan. Байыз Досжан, Моңғол Халық Республикасы. Байыз Досжан, People's Republic of Mongolia. Бақытов Азамат, Ресей Федерациясы, Алтай Республикасы. Бақытов Азамат, Altai Republic of Russian Federation. Чемес Фаркаш, Мажарстан. Чемеш Фаркас, Republic of Hungary. Жұмалиев Тимебек, Қазақстан. Жұмабилиев Тимебек, Kazakhstan. Ескендіров Марғұлан, Қазақстан. Ескендіров Марғұлан, Kazakhstan. Мұстафаев Ғалымжан, Қазақстан. And Мустафаев Ғалымжан, Kazakhstan. Қадірменді ағайын, өздеріңізге мәлім, бүгінгі республикалық ашық турнирге біздің қонақтарымыз да қатысып отыр, және де құрметті спорт жанкүйерлері. Бірер сәттен соң аударыспақ майданында алыптар айқасын бастаймыз. Ал қазір осынау алыптар айқасын басты белгісі, жеңімпаздың басты сыйы алтын белбеуді тұғырына қондырайық. Dear guests and fans, we will witness the best fights on horses soon. But now let us put on its place the main prize for our winner, Golden Belt. Қадірменді ағайын, алтын белбеуді тұғырға қондыру белгілі спорт шебері Біржан Қосалиевке табысталады. Біржан Қосалиев аударыспақтың 2 дүркін чемпионы, Астана төрінде және Қытай Халық Республикасында өткен аударыспақтан Азия чемпионатында топ жарған чемпион азамат. And this honor is given to Біржан Қосалиев, two-time Asian champion who got his place in Astana in 2014 and China 2016. Қадірменді ағайын, қарсы алайық, қошеметтеріңіз. Бүгінгі жарыстың бастысы алтын белбеу. Осы 17 спортшының арасында нағыз кіл мықтының белбеуінде тұратын бүгінгі алтын белбеу. Таныс болыңыздар.
Қошеметтеріңіз қадірменді ағайын. Алтын белбеуіміз тұғырына қонған сәтке де куә болдық. Алтындар айқасы басталар да кез келді. Жарысқа қатысушыларды қошеметпен дайындық алаңына шығарып салайық. Пришло время начать наш турнир. Желаем удачи нашим участникам. И пусть победит сильнейший. And now it's time to start our tournament. We wish the best of luck to everyone. And let the strongest win our competition. Қадірменді ағайын, бүгінгі бәсекеде нағыз кіл мықты ғана жеңіске жетеді. Ал спортшылар дайын болғанша біз назарларыңызға тағы бір әсем әуенді жолдамақпыз. Қабыл алыңыздар. Президент оркестрінің әншісі Айзат Қарабекова ордаға шығады. Рахмет әріптестер, ассалаумағалейкум қадірлі көрермен. Ассалаумағалейкум ардақты Казспорт телеарнасының көрермендері, өздеріңізбен Казспорттың эфирінде қайта қауышып отырғаныңызға қуаныштымыз. Сонымен бүгінгі бәсекені тамашалайтын комментаторларыңыз мен Қайырхан Мәулен және біздің студиямыздың бүгін қонағы бар. Ұлттық және ат спорт мектебінің аударыспақ спортынан Қазақстан Республикасының аға жаттықтырушысы Жанбатыр Бекмұсаев. Жәке, біздің студиямызға қош келдіңіз дейміз. Сонымен аударыспақ жалпы Астананың желкесіндегі қазанат атшабары
қаншама уақыттан бері Экспо 2017 халықаралық көрмесі аясында ұлттық спорттың той думанына куә болып жатқан өздеріңіз жақсы білесіздер. Бұл аударыспақ бәсекесінің екінші бөлімі. Бұл бөлімде тек түйе палуандар 90 келіден жоғары салмақ дәрежесіндегі абсолюттік салмақтағы палуандар бәсекелесетін болады. Бір ғана жеңімпаз анықталады және ол ашылу салтанатында өздеріңіз көргендей алтын белбеудің иегері атанбақ. Сонымен ортада Айдар Сапақов бас төреші, халықаралық дәрежедегі төреші, аударыспақтан Ақылбай Манкеевтің қарсыласы болған, оны Жәкең жақсылап атап өтті. Қазақстан Республикасының чемпионы болған Біржан Қосалиев пен Ақби Бақытбектің арасындағы жекпе-жек қос спортшыны таныстырып та үлгермедік. 8 секундта Біржан Қосалиев таза жеңіске жетті. Өте тамаша. Енді Біржан Қосалиев теңдесі жоқ спортшылардың қатарында, жаңа ғана өздеріңіз көргендей аударыспақтан халықаралық ашық турнирдің 90 келіден жоғары салмақ дәрежесіндегі жеңімпазы атанып отыр. Ал бүгін түйе палуандық бәсекеге шықты. Және еліміздегі ең атақты спортшылардың бірі ретінде аударыспақ алаңына алтын белбеуді түйе палуанға берілетін осы Біржан Қосалиев алып шыққан болатын. Ол да қазақ өз ырымшыл халықпыз ғой, сондықтан жақсырымның бастауы деп бағалап отқан шығар, жаттықтырушылар да басқалары да. Сонымен бүгін түйе палуандық бәсекеге аударыспаққа қазақстандықтардың атынан қатысатын спортшылар өте көп. Біржан Қосалиев міне соның көшін бастап әуелі болып шығып отыр. Ақби Бақытбекке қарсы өнер көрсетіп, Біржан Қосалиев 8 секундта жеңіске жеткенін көрдіңіз. Бұл жерде белбеуге де жетпепті. Ақби Бақытбекті жай ғана итеріп аттан аудара салған сияқты. Өте тамаша. Екінші жұп бізде Жанболат Тайжанов, Қазақстан Республикасы және Серік Жеңісбек, Моңғол Халық Республикасының спортшыларының арасында өрбейтін болады. Енді бұл спортшылар туралы Жанбатыр мырза не айтуға болады? Бұл енді жаңа көргендеріңізде мына 80 килограмм салмақта Рахматулла Есімханның қарсыласы болып шықты. Бұл енді 80 килограмм менен анау ауыр салмақтағылардың айқастары енді әрине салмақ көп рөл ойнайды. Бірақ күш атасын танымас дейді ғой қазақ. Танымас дейді. Дегенменен енді бұл салмақтарға түсіп жатқан палуандардың бәрі біздің Қазақстан чемпионаттарында өнер көрсетіп жүрген палуандар ғой. Бұл енді кешегі күнге салмаққа түскен әр Қазақстаннан әр салмаққа бір спортшылар түскен болатын болса, бүгінгі мына абсолюттік ауыр салмақ түйе палуанда Қазақстанның әр облыстарына келген нұқыл мықты палуандар қатысып жатыр. 3 ұпай Тайжановқа берілді, Жанболат Тайжановқа. Жанболат Тайжанов негізінен қай жақтың Қарағандының тумасы ғой. Қарағанды облысының атынан аударыспақта қатысып жүрген палуан. Жалпы құрметті көрермен, түйе палуандық бәсекеде 3-ші, 2-ші орын болмайды. Оны өздеріңізге басынан бастап айта кетейік. Тек бір ғана жеңімпазды анықтайтын боламыз. Және құрметті көрермен, тағы бір айта кететін дүние. Бұл жерде 80 келіден жоғары салмақтағы спортшылар қатысып жатыр қазір. Кеше ғана жеңімпаз болған Сіріміз Басаров та, Рахматулла Есімхан да барлығы осы түйе палуандық бәсекеде бақ сынауда. Сонымен 1 минут 6 секундта Жанболат Тайжанов, Қарағанды облысының тумасы, Моңғол Халық Республикасынан келген Серік Жеңісбекті атып ұрғанын көрдіңіздер. Тамаша аттан суырып алды. Жанболат Тайжанов өзінің осылайша шебер аударыспақшы екенін дәлелдеп отыр. Өте тамаша. Енді Тайжанов Біржан Қосалиевке түсіп қалады, Сонымен көрейік, келесі жекпе-жек Ербұлан Бекбосынов, Қазақстан, және оның қарсыласы Есімхан Рахматулла. Ол екеуі де сіздің шәкірттеріңіз. Екеуі де енді оңтүстіктің тумалары. Енді көреміз алдағы. Екеуі де Жанбатыр Бекбосаевтан тәлім алды. Екеуі де Ақылбай Манкеевтен үйренді осы аударыспақта. Оның қазіргі таңда мектебінде шынығып жүрген балуандар, екеуі де. Екеуі де, Бекбосынов Ербұлан бұл осының алдында ғана айтып өттік қой, бұл жамбы спортының биылғы жылдағы чемпионы. Жарыстың алдында ғана ол Ульяновскте өткен фестивальден келді осы аударыспаққа, абсолюттік салмаққа қатысу үшін. Енді алдағы жарыста көреміз енді. Қай палуан жеңіске жетеді. Есімхан Рахматулла
80 келі салмақ дәрежесіндегі жаңадан өздеріңіз көргендей халықаралық жарыстың жеңімпазы атанған палуан. Ал оның қарсыласы Ербұлан Бекбосынов қызыл белбеуде өнер көрсетеді. Ол енді Ербұлан Бекбосынов Данияр Смайылға 90 келіден жоғары салмақ дәрежесінде жеңіліп қалған болатын халықаралық жарыста, бірақ абсолюттік осы түйе палуан бәсекесіндегі нәтижесін көреміз. Бірақ құрметті көрермен, айта кетейік, Ербұлан енді Есімханның ағасы бір жағы. Әрине. Туған туыстығы жоқ дегенмен, бір залда жүргеннен кейін, бір мектепте жүргеннен кейін, жаттығудың бәрінде бірге жүрген палуандар ғой. Бұл 2011-дегі Меркеде өткен жастар арасындағы чемпионатта сөйерде Қазақстан Республикасының спорт шеберін орындаған палуанымыз. Мына Есімхан палуан, бұл да жастар арасындағы чемпионаттың, ересектер арасындағы чемпионаттардың жеңімпазы, биылғы жылдың чемпионы. Ашық чемпионаттың да халықаралық өз салмағындағы чемпионы болды. Бұның алдында да көрдіңіздер. Ербұлан салмағы ауырлау енді Есімханға. Ербұланның салмағы 106 килограмм. Есімханның салмағы 80 килоға шыққан. Енді түсінікті жағдай 26 келі бұл жерде. Салмақтың басымдығы бар. Маңызды рөл ойнайтыны түсінікті жағдай. Ербұлан қазір белбеуге жетті, Есімхан да белбеуге жетіп отыр. Екеуі енді бір-бірінің қандай әдіс айла жасайтын барлығын біледі ғой, сондықтан біреуі енді кішкене күресіп барып беріле қоятын сияқты меніңше. Енді алдағы ойындарда көрерміз алда. Жалпы біз өзі қазақ ағаның ұлағаты інінің ізет таусылмаған қалыппыз ғой. Әрине. Сондықтан ондай жағдай спортта жол беріп жатса, ол әбестік емес. Керісінше ағасын алдына қойып қадірлегені ғой. Сондықтан біздің спортшылар онда ескереді. Қазір енді бірден қолын көтермей-ақ екі палуан да қалай тартатын бір-бірінен қысылып жүрген сияқты. 3 минут уақыт қалды белдесудің аяқталуына. Екеуінің де қоржыны бос әзірге. Бірақ кімнің қанжығасы байланды екен? Бұндай жекпе-жектер күнде көре беруге мүмкіндік болмайды. Бұндай мықтылар қайта-қайта шыға бермейді. Қараңшы, Есімхан кәдімгі аттан тұрып тартып жатыр. Жүзінде күлкі бар. Ағасын сыйлағандық шығар. Айтпесе жылып алам ғой дегендей бір көз қараспен тұрған сияқты енді. Ербұлан үзеңгіге жабысқан, Есімхан белбеуден тартып әлек. Міне үзеңгіден шығарып шақ қалды, бірақ төрешінің ысқырығы естіліп қалды. Енді бір 10 секунд күткенде бәлкім Есімға кетіп қалар ма кім білсін, Ескерту аттың қапталында 7-10 секундтан артық жатуға болмайды. Мына ортадағы төреші екеуінде тік тұрып белдестіру күрестіру керек. 2 минуттан аз уақыт қалды. Екеуі де берілер емес бір-біріне. Бірақ аса бір қатты шаршағандарын көріп отырған жоқпыз. Шым-шым болсын тер шыққан жоқ екеуінен де. Қамшын тістеп Ербұлан қайта-қайта жігер алып жатқан сияқты. Есімхан мәз енді. Ортадағы төреші Айдар Сапақов қазір екі спортшыға да ауызша ескерту жасады. Ербұлан шабуылға басқан сияқты. Тағы да шеңбердің сыртына шығып өткенін көрдік.
Есімхан қамшыны қойып, атты шапалақпен қамшылап жүреді. Міне, атпен итеріп барып, Есімханның белбеуіне жеткен Ербұланды көріп отырсыздар. Ай, тамаша. Осы кезекте мына қызыл белбеудегі палуан бір ұпайын алу керек. Аттың керсеніне дейін көтергеннен кейін. Иә. Міне ен шығарып жүретін сияқты. Ай, бәреке. Екі ұпай алу керек осында. Мына егардың үстінде жоқ қой палуан. Тіпті таза жеңіс деп айтуға болады шығар енді осында. Таза жеңіс берсе де болады. Ортадағы төреші қарау керек, мұқият болу керек. Бұл жерде енді үзеңгіден шықпаса болды дейтін әңгіме жоқ қой, енді қайтадан мініп алу дейтін. Уақыт болып қалды. Негізі меніңше таза жеңіске жеткен сияқты. Айдар Сапақов енді екеуінде бір жеңіліске қимай тұр ғой, енді екі палуанды да түсіну керек шығар. Дегенмен төрешінің аты төреші, әділ төрелігін әрдайым жасау керек, бірақ енді бұл жерде Ербұлан Бекбосов таза жеңіске жетті. Таза жеңіске лайықтақ палуан болды. Кәдімгі үзеңгіден аяғын шығарып, ары қарай аударып жіберді. Тек қана екінші аяғы үзеңгіде қалды. Негізі ердің үстінен жұлып алса болды ғой негізі. Әрине ұтады онда. Иә. Қараңыздаршы, қайталап көріністен. Үзеңгіде кәдімгі асықпай бір қолмен етік ұстап, екінші қолмен үзеңгіден жұлып алды, арға аяғын итеріп жібере салды. Бұл жерде енді Есімхан епті ғой кішкене. Сондықтан аттан құламай тұр. Оның үстіне талай осы аттың құлағында ойнайтын азамат болғаннан кейін бір аяқ үзеңгіден шығып кетсе болды, аттан құлайды дейтін әңгіме жоқ. Сондықтан бұл жерде расымен де таза жеңісті беруге тиісті болған сияқты. Әрине ол төрешіге белгілі. Не? Жеңіс. Не болса да Ербұлан Бекбосов жеңіске жетті. Тағы бір атақты палуан дәл қазір алаңға шығады. Ол міне сіздердің назарларыңызда Сырымыз Басаров. Абсолют чемпиондардың бірі. Ал оның қарсыласы Данияр Смайлов. Данияр Смайлов пен Сырымыз Басаровтың арасындағы белдесу өте тартысты өтуге тиісті. Екеуі де мықты палуандар. Екеуі де ауыр салмақтағы палуандар. Алда көреміз. Бірақ Сырымнан Даниярдың 10-15 келі ауырлығы бар, е? Тіпті одан да көп болмаса. 14-15 келі ауырлығы бар. Бірақ Сырымыз Басаровтың денесі жинақы, бұған дейінгі жеткен жетістіктерді өте мол. Кім білсін, бұл спорт қой, кез келген сәл ғана қателік бұл жерде спортшыға кері әсерін тигізуі мүмкін. Осы Сырымыз Басаровтың, Даниярдың, бір жандардың жекпе-жегі дейтін өте тамаша. Ай, шіркін, қалай аударып тастады, қараңызшы. Бір сіл көтеріп алды ғой кәдімгі. Енді көбінесе жұлып алады спортшылар. Әйтеуір атынан аударады, жаңағы Ербұлан сияқты аяқтан бұл кәдімгідей көтеріп тұрып ары қарап аударып тастай салып, бір тасты көтеріп тастаған сияқты ары қарай бірдеңені асырып. Қазір қайталап көріністен де расымен де қанша қарасаң да көз тоятын, көз тоймайтын. Енді аударыспақ палуандарына лайықты. Әдісі өте мол палуан, Сырым палуан. Аяқтан көтерді. Өзінен 14 келі ауыр Смайл Даниярды аттың үстінде егардан аяқтан көтерген күйі аттың жерін бауырына ғана түсірді міне. Иә. Таза жеңіске жетті сөйтіп. Аяқтан көтерген бой. Қараңыздаршы. Байқаңыздар. Оң аяқтан көтереді, үзеңгіден. Сілкіп тұрып ары қарай тастаған кезде Данияр ерден шығып аттың құйрығына қалай отырғанын байқамай қалды ғой деймін өзі. Түсінбей қалмайды не болған. Міне әдіс, міне тәжірибе, міне күш. Нағыз түйе балуандар осындай жігіттерден шығуға тиісті ғой енді. Көрейік, Егінбаев, Еркебұлан мен Жантілеу Ахметовтың арасындағы бәсеке. Жантілеу Ахметов Ресей спортшысы, ал оның қарсыласы Еркебұлан Егінбаев Қазақстан. Міне Жантілеу Ахметов сіздердің назарларыңызда Ресейдің Алтай Республикасынан келген қандас бауырымыз Еркебұлан Егінбаев. Еркебұлан, шатаспасам, Қазақстан барысына қатысқан палуандардың бірі? Павлодардың керекулік палуан ғой. Иә. Қазақстан барысында Қазақ барысына күрескен. Күрескен палуан. Қазақстан чемпионатын ұтқан палуан қазақ күресінен. Енді аттың үстіндегі қазақша күрес аударыспаққа келіп отыр. Өте тамаша, ұлттық спортты жаңғыртқан балуандар осы Еркебұландай болсын дейміз. Көрейік қалай болар екен. Таза жеңіс. Таза жеңіс. Расымен де аттың үстінде тепе-теңді ұстай алмай қалды Жантілеу Ахметов. Осылайша небәрі 5-6 секундтың ішінде 10 секунд екен нақтырақ айтқан кезде. Еркебұлан Егінбаев
аттан аударып тастады Жантілеу Ахметов. Қазір қайталап көріністен көреміз қандай қателік жіберіп қойғанын. Жантілеу Ахметовтың енді аттың үстіндегі тепе-теңдікті нақты ұстап отыра алмады. Әй тамаша. Қазақтың қай күресімен болмасын Еркебұлан Егінбаев тамаша көрсетеді. Міне қолдан белбеуге жеткен кезде қолдан тартып апты ғой. Қолдан тартып алып кеткен екен палуан. Ары қарай арқамен түспес үшін өзі де секіріп түсе салған сияқты Жантілеу Ахметов аттан. Әй тамаша. Ары қарай Жантілеуді құлатып алмайын деп қолынан демеп ұстап тұрыпты оның үстінде, иә? Ол да болса қарсыласты сыйлағандығын палуанның. Сонымен түйе палуандық бәсекедегі 6-шы жұпты алаң төріне шақырды. Дархан Көрпебаев сіздердің назарларыңызда. Қазақстан Республикасының спортшысы, қарағандылық спортшы, бұл Дархан Көрпебаев. Оның қарсыласы Досжан Байыс, Моңғол Халық Республикасы. Ортадағы төреші Айдар Сапақов. Қапталдағы төрешілер Қанат Абылбек пен Жансаев. Түйе палуандық бәсекенің бұл бірінші айналымы. Дархан Көрпебаев пен Досжан Байыстың арасындағы жекпе-жек және Дархан Көрпебаев белбеуден ұстап қарсыласын аттан жүріп. Міне қарағандылық спортшы айқын басымдыққа осылайша ие болды. Енді Дархан Егінбаев Еркебұланмен шығарып қойған. Азамат Бақытов, Ресей Федерациясы, Ресейдің Алтай өңірінен келген Ербол бауырымыздың шәкірттері және оның қарсыласы Чемез Фаркаш, Мажарстан. Қайталап көріністен қарасаңыздар. Бұл жерде расымен де Дархан Көрпебаевтың мықты екені байқалады. Бұл Азамат Бақытов, Ресей Федерациясы, Ресейдің Алтай Республикасындағы аударыспақ мектебінен шыққан спортшы. Чемез Фаркаш, Мажарстан, Мадияр бауырымыз. Жалпы мажарстандық спортшылар елімізде өткен қандай да болсын ұлттық спорттың жарыстарынан ешқашан қалған емес. Тәжікстанда көп қатысушы еді, бірақ бұл жолы осы аударыспаққа келмепті. Аударыспаққа келмеді бұл жарыста. Дегенмен Палуандар көкпарда әлем чемпионатына қатысатын болады, құрметті көрермен. Биыл ұлттық спорттың үлкен жарыстары елімізде өте көп. Алтын жебе халықаралық турнирі өтті, оны Қазспорт телеарнасы өздеріңіздің назарларыңызға ұсынды. Аударыспақтан халықаралық турнирді ұсынып отыр. Енді амандық болса 21 мен 27 тамыз аралығында көкпардан әлем чемпионаты өтетін болады. Дәл сол чемпионаттың барлық ойындарын көрермен Қазспорт телеарнасы арқылы тамашалайтын болады. Оны біз сіздердің назарларыңызға ұсынып отырғанымызға қуаныштымыз. Ұлттық спорт ұлықталған жыл болды биылғы жыл. Бұл әрине елдегі тәуелсіздіктің, ынтымақтың, берекенің, тұрақтылықтың арқасы екені даусыз. Азамат Бақытов қызыл белбеуде, оның қарсыласы Чемез Фаркаш көк белбеуде қазір өнер көрсетуде. Екеуінің аттары бір-біріне жақындамай жатыр. Мұна күреңмен бозайғыр екеуі де жақындатпай жатыр ғой бір-бірін. Чемез Фаркашқа қарағанда Азамат Бақытовтың салмағы едәуір ауыр. Протоколға қарайтын болсақ 30 келдей ауырлығы бар. Міне қазір белбеуге жабысқан сияқты Чемез Фаркаш, бірақ әлде жетпей отыр.
Міне, Чемес Фаркаштың белбеуіне жеткен екен. Мажарстандық балуан қандай әдіс қолдансам деп отыр қазір. Сырым секілді аяқтан көтеріп ап тастай қалам ба деп, бірақ онысынан ештеңе шықпады. Өзеңкісімен қосып лақтырып жіберу керек қой сырым сияқты жаңағы. Тартысты белдесу. Азамат Бақытов бұл жерде енді салмағын дұрыс жаққа пайдалана алмай жатыр. Физикалық жағынан енді Чемес Фаркаш өте күшті сияқты. Төрешінің ысқырығы естілді, өздері әрең ұстасқан кезде. Сонымен әрі қарай не болар екен? 2 минут уақыт қалды белдесудің аяқталуына. Екеуі бір-бірінің белбеулеріне жетулері қиын. Қол тіремеуді ескертіп жатыр. Міне белбеуге жеткен сияқты Ресей Федерациясының спортшысы. 1,5 минут уақыт қалды белдесудің аяқталуына. Әзірге ешқандай да ұпай жоқ. Спортшыларға алтын ойыннан соң болмай, сондықтан ортадан төреші ауызша ескерту жасап жатыр. Қараңшы қалай күшеніп тартып жатыр жәке. Күшеніп тартып бұл жерде де әдістер керек. Мәселен қандай әдіс қолданса болады? Белбеуден ұсталғаннан кейін тізе тіреп тарту керек енді аттың үстінде ыңғайлы болу үшін. Неғұрлым тіреп тартқан нәрсе жақсы болады ғой. Яғни тізені бауырға, аттың бауырына аттың жауырына тірегенде адам күш алады. Қапталда жатқан күйі еш тартып ала алмайды, ол мүмкін емес. Егер қапталда жатқан күнде де ат қаттырақ айланып аттың артына өтетіндей болса, ол кезде аттың күшін пайдалануға болады. Аттарды көріп тұрсыздар шілей. Бірін-біріне жақындамай, мына палуандардың әдісінің аздығы болып тұр. Соңғы секундтары өтуде белдесудің. Ай, осы белдесу ары қарай жекпе-жекке ұласып кететін сияқты, яғни белдесуге дейін жететін сияқты. Төрешінің ысқырығы да естілуге шақ. Екеуі де қазір көбінесе қол тіреп күреседі екен. Төрешінің ысқырығы естілді, уақытта аяқталды. Азамат Бақытов пен Чемес Фаркаштың арасындағы кездесу осылайша тең аяқталды. Бірақ бір жеңімпазды міндетті түрде анықтауымыз керек. Сондықтан қазір белдестіреді. Жансаев пен Қанат Абылбеков және ортадағы төреші Айдар Сапақов. Екеуінде белбеуден ұстатады. Бірінші қызыл ұстау керек, одан кейін көк ұстады. Қолдан шығарып қойса, бір қолын шығарып қойса болғаны, онда міндетті түрде жеңіліс болады. Сондықтан барынша екі қолмен ұстау керек екен Жансаев барынша мажарстандық спортшыға түсіндіріп бағуда. Сонымен міне бәсеке ысқырық естілді және бір қолын жіберіп қойған Азамат босатып қойды. Бақытов. Біз автомат түрде байқамай қалды ғой деймін, қалай босатып қойған. Өзі де түсінбей тұр. Бірақ бұл спорт ереже, сондықтан ештеңе кешірілмейді. Егер белдесуден кейін тең болған жағдайда екі палуанды салмақ дәрежесін өлшейді, таразға түсіреді. Онда жеңіл салмақты палуан жеңіске жетеді. Онда Чемес Фаркаш онда жеңіске жететіні айтпай-ақ түсінікті болып тұрды. Құттықтаймыз мажарстандық спортшыны. Кеше бірінші айналымында жеңіліс тапқан болады. Міне қараңыз, осы жерде
сол қолын жіберіп қойғанын көрдіңіздер. Чемес Фаркаш осылайша жеңіске жетіп отыр. Енді Түймебек Жұмалиев Қазақстан және Марғұлан Ескендіров Қазақстан. Қос мемлекеттің спортшылары алаңға шығады. Түймебек Жұмалиев өзіңіздің шәкіртіңіз бе, Жәке? Түймебек Жұмалиев бізде Оңтүстік Қазақстан балалар мен жасөспірімдер мамандандырылған спорт мектебінің түлегі. Біздің Қазақстанда атап айтатын болсақ, бұл Жұмалиев Түймебектің аударыспақтан спорт шебер, халықаралық дәрежедегі спорт шебері аударыспақтан, теңгелуден спорт шебері, әрине көкпардан да спорт шебері. Бұл өте Қазақстанда ұтып жүрген палуан. Ескендір Марғұлан да бұл ауыр салмақта күресіп жүрген палуан Қарағанды облысынан. Бәсеке тартысты басталды. Түймебек бірден іске көшіп кеткенін көріп отырмыз. Бірақ кішкене күш жетпей тұрған сияқты. Енді қанша дегенмен ауыр ғой қарсылас. Салмақ енді 120-ның үстінде болу керек. Марғұлан. Иә. 123 келі. Марғұлан Ескендіровтың салмағы. Жұмалиев Түймебек 98 килограмм. Алдың өткен Азияда бұл палуанымыз 80 килограмм салмақта дәрежеде күрескен. Және сол кезде Азия чемпионаты. Сол чемпионаттан кейін халықаралық дәрежедегі спорт шеберін орындады ғой, осы аударыспақтан. Әрине. Төрешінің ысқырығы естілді. Палуандар қапталда жатып жұмыс істемегеннен кейін ауызша ескерту беріп жатыр. Міне қазір артына шығып кетуге мүмкіндік бар Түймебекке. Ол үшін ат шамалы жүру керек. Аттың артына айланған сайын күш алады палуан. Оған аттар бірін-біріне тақалып әшейін тұр. Бір ұпай көп бөлбейлі палуанға. Бұл жолы Марғұлан Ескендіров бір ұпайды еншіледі. Ескерту берілді ғой Түймебек Жұмалиевке аттың қапталында бауырында жатып алған үшін. Міне Марғұлан, ай тамаша! Алтымен қосып бірден аударып тастады. Таза жеңіс. Марғұлан Ескендіров. Тамаша жеңіс. Түймебек Жұмалиевтің айы оңынан тумай тұрғаны осылай. Айтпесе Азия чемпионы болған палуан бала. Қанша дегенменде бірде бап шабат, бірде бақ шанат, бірде ат шабат деген. Бірде ат шабат. Бұл жерде расменде қараңызшы, айналдырып атта міне сүрініп отыра кетті, артқа қарай содан атта адамда бірдей аударылып қалды орнынан. Аттың аударылғаны бұл жерде көп көмек болған сияқты. Ат айналып тұра бергенде бәлкім жұлып алаларымыз бет. Кім білсін. Берден көтермегенде екен шынменде Түймебекті. Міне қараңызшы. Аттың тізгінін бұра бергені сол еді. Артқа аяқ отыра кетті. Сонымен Марғұлан Ескендіров осылайша жеңіске жетті. Ғалымжан Мұстафаев Маңғыстаудың Адай-ата көкпар командасында өнер көрсететін спортшы, аударыспақтан шатаспасам спорт шебері болуға тиісті. Әлде қорғап үлгермеді. Спорт шеберін алмаған палуан болды. Өйткені Қазақстан ұтпаған. Қазақстан Республикасының чемпионаттарына қатысып жүрген спортшы, оның қарсыласы Серік Үсен, Қытай Халық Республикасы. Жас үлкен, салмағы да үлкен Серік Үсеннің. Бірақ қанша дегенмен жастық жеңемекен көрейік. Нағыз палуандардың бәсекесі осы арада болмақ. Ай, тамаша. Ғалымжан Мұстафаев қызыл белбеуде, Серік Үсен көк белбеуде.
Қазір міне артына өтіп Міне кетті артына және қаттырақ тартуға тиісті. Аттың қапталында міне мойнынан ұстап отыр. Сонда да жұлып алған. Ғалымжан Мұстафаев өте тамаша. Жарайсың дейміз Ғалымжан Мұстафаевқа. Өте тамаша. Атқа отыру қиын болып жүр. Аттан бір түскеннен кейін қайта отыру қиын ғой өзі жалпы. Ғалымжан Мұстафаев осылайша жеңіске жетті. Осылайша құрметті көрермен, жарыстың бірінші айналымы өз мәресіне жетті. Қазір төрешілер ауысатын болады. Сонымен екінші айналымда бізде бірінші кезекте Біржан Қосалиев пен Жанболат Тайжанов шығуға тиісті. Ортадағы төрешілер таныстыра кетейік. Қызмет ететін Нұрдәулет Момынов ортадағы төреші, және қапталдағы төрешілер Нұрлан Додай және Қанат Абылбеков. Нұрдәулет Момынов Қазақстанның 9 дүркін көкпардан чемпионы, халықаралық дәрежедегі спорт шебері, Азия чемпионы көкпардан халықаралық дәрежедегі төреші. Қазір таңда елімізге белгілі азаматтардың бірі, атағынан ат үркейтін. Сонымен қызыл белбеуде Біржан Қосалиев Қазақстан. Бұл спортшының аударыспақ деген кезде Біржанның аты бірінші аталатыны түсінікті. Ал оның қарсыласы Жанболат Тайжанов. Қазақстан Республикасы Қарағандылық спортшы Біржан Тайжанов. Жанболат. Екеуінің арасындағы белдесу қаншалықты ұзаққа созылатынын көрейік. Нұрдәулет Момыновтың ысқырығынан кейін белдесу басталады. Бұл түйе палуандық бәсекенің екінші айналымы, құрметті көрермен. Міне кетті. Екеуі де шабуылға бірден кіресе кеткен сияқты. Жанболат Тайжанов белбеуден ұстау керек, аттың тізгінінен емес. Ұстатпай жатыр. Белден ұстаса кететін біледі ғой. Белден ұстаса алады. Міне артқа қарай итеріп жіберді. Әдемі әдіс. Және бұл таза жеңіс. Және қарсыласының атын ұстап Біржан Қосалиев қарсыласына дейтін құрметін осылайша көрсетіп жатқан сияқты. Екесі құлағына жетіп мәз болып тұр Біржан. Тайжанов белден ұстатпас үшін аттан ауыңқырап қашты ғой. Оның пайдаланған Біржан ары қарай аттан басып жіберді. Соменен қазір өздеріңіз қайталаудан байқайсыздар. Енді әдіс айласы көп палуан ғой Біржан Қосалиев. Біржан Қосалиев осылайша жеңіске жетті. Қазір қайталап көріністен көреміз. Қараңыз, аттың қапталына жата кеткен кезде расымен де қазір басып жібереді. Байқаңыздар. Оң қолымен басып жүрді. Сол қолымен тартып тұрып, оң қолымен басып жүрген ғой ары қарай. Сол қолымен тартып тұр, және оң қолымен осы жерде иығынан итеріп басып жүрді. Ана саржалда көмектеспеді ғой енді Жанболатқа. Жалдан ұстап балам ба дейтін ойы болған еді, бірақ ол да көмектесіп береді. Кәдімгі аттан сыпырылып түсіп қалды. Аттың жалынан да ұстауға болмайды. Ережеде солай. Тек тізгінмен ұстауға тиіс. Тек тізгінмен ұстауға тиіс. Біржанмен салмақтас. Біржанның жаттығудағы қарсыластарының бірі осы Ерболан Бекбосынов. Және оның қарсыласы Сырымыз Басаров. Жалпы Ерболан Бекбосыновқа бұл түйе палуандық бәсекелер қиынға соғып жатқан сияқты. Өйткені бірінші белдесуінде Есімхан Рахметалламен түсті. Соқыр жүрбе деген осы. Екінші белдесуінде Сырымыз Басаровқа тап келіп отыр. Жеребе жолдас болмады. Жеребе жолдас болмады. Екеуі де бір ұстаздардың тәлімін алған спортшылар ғой, сондықтан
барынша бір-бірімен сақ күресуге тырысады. Мен сырым жұлып алған сияқты. Таза жеңіс. Әдемі. Бұл жерде Ербұланның сырымға барам дейтін өзінің екпінінде сырым әдем пайдаланып кеткен сияқты. Сәл ғана өзін жақындатты, ендіген тартатын кезде қарсыласын жұлып алып кетті. Қазір қайталап көрді. Сырымыз басардың өзі жекпе-жектер ұзаққа созылмайды. Бір жаман сол. Қараған кезде көзің тоймай қалады. 5 секунд, 6 секундты жылы болады. Қазір қайталап көріністен қарайық. Не қараңызшы бұл жерде, құрметті көрермен. Өзін белбеуден ұстады міне. Белбеуден ұстапты бірінші. Одан кейін өзі ұстап алды. Сөйтті де ары қарай аяғын өне тізесін тіреп тұрды. Тізесін тіреп тұрды да ары қарай жылып алды. Бірінші әуелі белбеуін берді өзі. Сол екпінмен ары қарай жылып ала салды. Ерболан бек болсын енді расымен де. Түк істей алмай қалды бұл жерде. Нағыз шеберлік осы ғой. Қамшы тістеген сырым осылайша жеңіске жетіп отыр. Ары қарай жекпе-жектерді тамашалаймыз. Еркебұлан Егінбаев, Қазақстан, ол ресейлік Жантілеу Ахметов жеңген болатын жаңағына. Және оның қарсыласы моңғолиялық Досжан Байысты жеңген Дархан Көрпебаев. Біреуі Павлодардың, біреуі Қарағандының спортшысы, солай ғой, е? Ортадағы төреші Нұрдәулет Мамынов әділ төрелігін жасайтын болады. Сонымен баста деген пәрмен берілді. Қызыл бұрышта Еркебұлан Егінбаев, көкте Дархан Көрпебаев. Біреуі қазақ күресінің Қазақстан барысына қатысқан палуандардың бірі Еркебұлан Егінбаев. Міне қолдан тартып бара жатқанда аттың жалынан жабысын ұстап қалған сияқты. Иә, бір ұпайын алды. Бір ұпайын берді. Екеуі де мықты. Дархан Көрпебаев та мықты, Еркебұлан Егінбаев та мықты. Еркебұлан көбінесе қолдан тартып кетіп жатыр. Міне. Бірақ алаңның шетіне шығып кетті. Бұл жерде енді қарсыласының да мына Еркебұланның да шеберлігі ғой, айтпесе дергесінде атты артқа жүргізіп үлгерді ғой, тізгінді қоса тартып. Айтпегенде кетіп қалушы еді. Белбеуге жабысқан Дархан Көрпебаев. Бірақ қайтадан үзіп жіберді белбеуге жабысқан қолын. Қолға жабысады екен көбінесе Еркебұлан Егінбаев. Қанша дегенмен қазақ күресінде жағаға жабысып, бір қолды жағаға, екінші қолды артқа тастап үйренген палуан ғой, қанша дегенмен. Сондықтан әуелі қолға кетіп қалады. Дархан Көрпебаев болса расымен де әдемілеп тұрып белбеуге жабысып алған, бірақ онысынан ештеңе шығар емес. Осындай кезде атты кішкене тоқтатып, тізенен қойып тұрып, асықпай, жауырынға тізені жабыстырып, түрегеп барып тартса. Түрегеп тартқан енді алады ғой палуандар. Үші жеткендей болса. Өзіне де ыңғайлы ғой бір жағынан. Әр біздің Қазақстан Республикасының өзі, әр облыстарының қатысып жататын чемпионаттардағы палуандардың өзі, әр облыстың әдістері әр қалай. Біреуі қолмен жұмыс істейді, біреуі атпенен жұмыс істейді. Әр мектептің өзі айла тәсілдері бар. Көрпебаев та мына Қазақстан Республикасының чемпионаттарына қатысып жүрген палуан. Белгісінің 3 минут уақыт аяқталды. Бір ұпаймен қызыл белбеуге палуан Еркебұлан Егінбаев. Нағыз тартысты белдесу осы қос палуанның арасында болып жатқан сыңайлы.
Екеуі де белбеуге жармасып алған, екеуі де қапталда жатыр. Төреш ескерту беру керек осында. Еркебұлан Егінбаев қазір бір ғана ұпаймен алда келе жатыр, иә? Белдер қызарып кеткен, ана белбеуді қайта-қайта тартып. Шіркін, қандай күштесеңші, не деген бел керек мынандай тартысқа? Екінің бірі шыдай алмайды. Белдің күші көп керек. Жердегі күреспенен ат үстіндегі күрестің айырмашылығы көп. Жер мен көктей рас. Міне қараңыздаршы, Еркебұлан Егінбаевқа мүмкіндік қой мынау дейтін. Дархан Көрпебаевтың шымырлығы бұл жерде. Бірақ атқа да кішкене байланысты сияқты. Бел кетеді, белбеу кетеді дейтін жарыс осы. Барынша тырысу керек, уақытта аяқталуға жақын. Ай, тамаша. Уақыттан кейін болған дүние. Бұл жерде бір ұпайды уақыттан кейін берді төреші. Сол үшін де Еркебұлан Егінбаевқа қазір жеңісті беруге тиісті төреші. Міне және Еркебұлан Егінбаев осылайша жеңіске жетіп отыр. Бір ғана ұпаймен Еркебұлан Егінбаев жеңіске жетіп отыр. Өте тамаша. Енді Егінбаев есесіне Сырым Ізбасаровқа түсетін болады. Көрейік. Бұл айналымда Мұстафаев Ғалымжан бос болады. Есесіне Мұстафаев Біржан Қосалиевқа түсіп тұр. Келесі айналымда Қызылбұрышта Чемез Фаркаш, Мажарстан мемлекетінің спортшысы. Марғұлан Ескендіров, Қарағандының палуаны, Чемез Фаркашқа қарсы өнер көрсетеді. Төрештің баста деген пәрмені берілді. Әй, Марғұлан азаматсың ғой, шіркін-ай. Таза жеңіс. Небәрі 5 секундта Чемез Фаркашта атының жұлып алған Марғұлан Ескендіров осылайша таза жеңіске жетіп отыр. Сонымен екінші айналым осылайша өз мәресіне жетті. Бұл айналымда Мұстафаев бос болған. Енді үшінші айналым тамашалайтын боламыз. Және дәл қазір құрметті көрермен осы белдесудің қайталап көрінісінен Чемез Фаркаштың қалай түсіп қалғанын көріп отырсыздар. Өте тамаша. Бәрі ашық, бәрі елдің алдында. Халық нақты төреш екенін өздеріңіз жақсы білесіздер, әділ төрелігін жасайтын. Сондықтан әзірге ешқандай да қарсылық жоқ. Сонымен келесі айналымға төрелік жасайтын азаматтар сіздердің алдарыңызда. Жанбатырбек Мұсаев ортадағы төреші,
Ал қапталдағы төрешілер Жанбатыр Бекмұсаевтың көмекшілері Нұрлан Додай және Айдар Сапақов. Бас төрешізде өте алаңдаулы жарыстың қалай өтуіне. Барлық төрешілерде халықаралық дәрежедегі төрешілер. Сонымен үшінші айналымына аяқ бастық. Кез келген жарыстың әділ өтуіне төрешілердің маңызы ерекше екенін өздеріңіз жақсы білесіздер. Олардың біліктілігі халықаралық жарыстың көрсетілім басында біз Рамазан Сәтбаймен сұхбаттасқан болатынбыз, және сол кезде төрешілердің жылына 2 рет сабақ өтетінін, семинар кеңестерде болатын, тәжірибе алмасатынын атап өткен болатын. Міне сондай тәжірибеден өткен төрешілер дәл осы халықаралық жарыстарда төрелік етуде. Мұстафаев Ғалымжан, Маңғыстау облысы, Қызыл белбеуде, көк белбеуде Біржан Қосалиев, оңтүстік Қазақстан облысы. Қазақстан екеуі де бір мемлекеттің туын көтереміз деп жүрген спортшылар, бірақ жарыста қазақстандық спортшылар өте көп болуына байланысты екеуі бірдей қатар шығып тұр. Ақтау дейтін Маңғыстау облысының Адай-ата көкпар командасының астында өнер көрсететін Ақбоз ат жекпе-жекте де өнер көрсетеді. Бұлай Мұстафаев Ғалымжан 2 рет түсіп бала жаздап барып, қазір өз-өзіне келді, және бұл таза жеңіс. Сонда кетіп бар жатса да, Біржанды аяқтан ары қарай алып құлатуға барынша тырысып бағуда. Бірақ Біржан Қосалиев ондай қателіктерге жол бере бермейтін спортшы. Үзеңгіге аяқ қоюға шамасы жетпей қалды ғой деймін. Ғалымжан Мұстафаевтың үзеңсіз қайтты ары қарай. Біржан Қосалиев бұл жекпе-жегінде жеңіспен аяқтады. Енді Қосалиев Біржан ақтық бәсекеге жолдама алу үшін, яғни жартылай финалдық кездесуге шықты. Жартылай финалдық кездесуде Ескендіров Марғұланмен түсетін болады. Ал оған дейін бірінші жартылай финалдық бәсекені дәл қазір тамашалаймыз. Қараңыздар, қалай аттан жыл болды. Барық үшін салды. Сонда да Ескендіров Мұстафаев Ғалымжан барынша тырысып бағуда. Өте тамаша. Сонымен дәл қазір қызыл бұрышта Сырымыз Басаров шығады. Қазақстан Республикасының спортшысы. Жалпы тек қазақстандықтар ғана қалды. Алған Монғолиядан, Ресейден, Қытай Халық Республикасынан, Мажарстаннан қатысып жатқан спортшылардың баршасы да жарыс жолынан шығып қалды. Сырымыз Басаров міне түйе палуандық бәсекеге қатысу үшін жартылай финалға жолдама алды. Ал оның қарсыласы Егінбаев Еркебұлан. Еркебұлан жаңа ғана атап өттік, бұл қазақ күресінің спорт шебері. Қазақстан барысының қатысушысы. Қазақстан Республикасының чемпионы қазақ күресінен. Аударыспақта да өзінің бағын сынап барын салуда. Сырымыз Басаровқа түсіп қалды. Сырымыз Басаров енді өте мықты спортшылардың бірі. Егінбаев Еркебұлан бұл жерде Сырымыз Басаровқа қарсы қандай айла тәсілі қолданылар екен? 1 ұпай қазір Сырымыз Басаровқа берілді. Сырымның расымен де тәжірибесі өте мол. Қараңыздар, төрешілер алқасына бір апарды. Атымен бірге итеріп. Алаңнан шығарып тастады. Палуандық аттың тепе-теңдігін жоғалту деген. Ол күшке байланысты. Байқадыңыздар. Міне қазір жеңіске жетуге мүмкіндік бар.
тартып, бер тартып, Егінбай Еркебұланда өте епті палуан екен. Сырымның қандай әдісін жасаса да әйтеуір төтеп беріп жатыр. Қазір мына жерден жұлып алуға мүмкіндігі бар және таза жеңіс. Бұл жерде дау болуы мүмкін емес па, Жәке? Бұл жерде дау болмайды, өйткені шабылуды жасап жатқан Сырым Ізбасаров қой. Байқадыңыздар, белбеуден ұстап тартып отыр, аяққа жабысқанша қарсыласы аттың үстінен толық шығып кетті. Ол таза жеңіс. Қазір қайталауда да байқайсыздар оны. Міне жеңімпаз Сырым Ізбасаров атын күтіп тұр. Міне қайталап көріністен қараңыздар. Бұл жерде ердің үстінде жоқ. Ердің үстінде жоқ. Бірақ Еркебұлан Егінбаевтың да бұл жерде шеберлігі бар. Мықты екенін, біраз нәрсе күтуге болатынын алдан көрсетті осылайша. Осылайша Сырым Ізбасаров жеңіске жетіп отыр. Сонымен міне құттықтасаңыздар болады. Ақтық бәсекесіне жолдама алған Сырым Ізбасаровты көрдіңіздер. Ал енді Сырымның ақтық бәсекедегі финалдағы қарсыласын Ескендіров Марғұлан мен Қосалиев Біржанның арасындағы белдесуде анықтайтын боламыз. Әулиеата Көкпар командасының жаттықтырушысы Мұхамедәлі. Сіздердің назарларыңызда Құралов, Біржан, Қосалиев. Міне сіздердің назарларыңызда қызыл белбеуде. Азияның 2 дүркін чемпионы, абсолюттік чемпионы, Азияның бүкіл әлемдік көшпенділер ойындарының жеңімпазы, Қазақстан Республикасының 6 дүркін чемпионы 90 келіден жоғары салмақ дәрежесінде. Ал оның қарсыласы Марғұлан Ескендіров. Марғұлан Ескендіровтің енді бұған дейін бұндай жеткен жетістіктері өте аз. Десек те түйе палуандық бәсекеде бақ сынауда. Біржан мен Марғұлан кімнің мерей үстем болар екен? Ай, міне. Таза жеңіс. Таза жеңіс. Біржанның рухынан жеңіліп қалған сияқты Марғұлан. Бар жоғы 3 секунд шыққан сол еді. Біржан Қосалиев жеңіске жетті. Енді ақтық бәсеке Біржан Қосалиевке демалуға уақыт берудің өзі бұл жерде дұрыс емес сияқты екен. Бар жоғы 3 секунд қана белдесті, бірақ енді ережеге сәйкес әрине төрешілер өздерінің шешімдерін шығаратын болады. Сәл ғана итеріп жіберіп еді. Марғұлан өз салмағын өзі ұстап тұра алмайды. Тепе-теңдікті сақтай алмағанның нәтижесінде осылайша тез жеңіліске ұшырады. Мына қайталап көріністен де тамашалап отырсыздар. Сонымен ақтық бәсеке соңғысын алтын белбеудің иегері кім? Дәл осы сұрақтың жауабы бірер сәттерден кейін анықталады. Біржан Қосалиев пен Сырым Ізбасаровтың арасындағы белдесуде. Сырым Ізбасаров, міне сіздердің назарларыңызда. Екеуінің жеткен жетістіктері бірдей. Айырмашылығы салмақтарында. Екеуінің де ұстаздары бір. Екеуі де өте мықты. Екеуі де Азия. Екі Азияның ауыр салмақтағы алтын белбеудің иегерлері ғой екі бала. Иә, бірі 2014 жылы, Біржан Қосалиев 2014 жылы Астана өткен Азия чемпионатында түйе палуанды ұтып алған. 2016-та Сырым палуан Ізбасаров алған болады. Бас төрешке шақырады. Екі спортшыны да бас төреші шақырып алды. Бұл жерде бас төрешінің орынбасары Қуан Құрамаев дәл қазір. Екі спортшыға да ескерту жасап жатқан секілді. Енді қанша дегенмен бір жердің, бір мектептің спортшылары ғой. Сондықтан екі палуанға да барынша күресіңдер дейтін пәрмен беретін сияқты.
Солай ма екен, Жаке? Әрине. Әрине, алтын белбеу ешкімге де оңайлықпен келмейді. Сондықтан түйе палуандық бәсеке кім болса да өте маңызды. Міне басталды жарыс. Сонымен ең қызықты бәсекелердің бірі осы болуға тиісті. Екеуі де бет қаратпайтын палуандар. Қараңыздаршы, белбеуге қалай жармасты. Әдіс тәсілдеріне шен бірдей сияқты. Біржан Қосалиев ешкімге кимейтіне достарым шыққан кезде қапталға жатып алды. Өздеріңізде көріп отырсыздар. Сырым Ізбасаров аттың үстіне шығып, тізеден басып тартуға. Екеуі де бірін толық жаттаған палуандар болды. Қараңыздаршы, ой, шіркін-ай. Белім айсып кетті. Бірақ сонда да алылар емес. Екеуі жаттықты да осылай. Бір-бірін ала алмай жүретін шығар өздері. Енді алма кезек алып тұрады бірін-бірін. Енді екеуіне бір ғана қателік жетеді ғой енді. Біреуінің жасаған бір ғана қателік жетеді. Әрине. 1 минут уақыт белдесті спортшылар. Және Сырым қазір аттан кетіп қалды. 2 ұпай Біржан Қосалиевке. Шетке шыққандықтан ортадан қайтып басады. 2 ұпайын алды Біржан Қосалиев. Біржан Қосалиев өзіне тиесілі 2 ұпайын алды. Біржан Қосалиев әзірге алда келе жатыр ұпай санымен. Қараңыздаршы, белбеуден қалай тартады. Сырым тек аттың игарының көтерілгенін қараңыз, палуандардың тартысынан. Иә, аттың ерішінмен де көтеріліп кетіп жатыр. Аттың демек бүкіл үші жиналып қалды деген сөз ғой, тартып жіберді. Атпенен Сырым палуанның белі бірдей қайыспай жатқан түрін көрдіңіздер. Иә, өте дұрыс айтасыз. Тізені қойып, белбеуге жабысып. Мінекей қараңыздар. Шынымен Сырымның да аттың да белі бірдей қайысып кетті. Біржан тартқан кезде. Бірақ берлер емес, жай ғана қарап тұрған сияқты, ал не істей алар арасында деген сияқты. Қандай тартыс, ай, тамаша. Таза жеңіс. Таза жеңіс. Бірақ сонда да міне балуан ғой, балуан. Аттан түскен жоқ. Палуан азаматтар. Екеуі де балуан. Екеуі де алтын белбеу. Осылайша ардақты ағайын халықаралық аударыспақтан түйе палуандық бәсекенің жеңімпазы алтын белбеудің иегері Біржан Қосалиев болды. Біржан Қосалиев белбеуді басында жаман алып шықпаған сияқты еді, сол өз қазақ ырымшыл қалыппыз деді. Өзінің екенін байқаған сияқты. Міне қараңыздар. Бәрекелді палуан. Бірақ бір жағынан Сырымда бір беріле салған сияқты болып көрініп тұрады десек те, енді қанша дегенмен екеуі де қандай жеңіске болмасын лайықты палуандар екенін түсінікті. Осы жерде жылады қазір. Оп, тамаша. Атының қапталына жата кетті. Енді құрметті көрермен, марапаттау рәсіміне куә боласыздар. Жалпы 2 күнге созылған жарысты біз 2 бөлімдік трансляция ретінде өздеріңізге ұсындық. Сонымен бірінші күні 80, 90 және 90 келден жоғары салмақ дәрежесіндегі балуандар белдескен болатын, және солардың үздік үштіктерін қазір марапаттайтын боламыз. Және одан бөлек түйе палуандық бәсекеде жеңіске жеткен Батыр Біржан да алтын белбеуді бүгін тағынады, құрметті көрермен. Марапаттау рәсімін жүргізетін азаматтарды, құрметті қонақтарды қазір шақыруға дайын. Осы жарыстарды ұйымдастыруға мұрындық болған азаматтардың бірі Хан Бірегейі, Ұлттық спорт түрлері қауымдастығының президенті, Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты, белгілі мемлекет және қоғам қайраткері Бекболат Тілеухан мінестердің назарларыңызда. Және осы жарысты ұйымдастыруға тағы да сүбелі үлес қосқан азаматтардың бірі Ұлттық және ат спорт түрлері орталығының директоры Мұратбек Қыпшақбаев мырза. Міне қос азамат сахнаның төрінде. 80 келі салмақ дәрежесіндегі спортшылар бірінші болып марапатталатын болады. Жалпы жүлде қорыда осал емес, 3-ші орынға 200 мың теңгемен табысталатын өздеріңіз көріп отырсыздар. Қытай Халық Республикасының спортшысы Мұхат Қуанышұлы
осы аударыспақтан халықаралық дәрежедегі жарыстардың 3 жүлдесінде еншілеген спортшы биыл қоланы алса, ең алғашқы 2014 жылы өткен Азия чемпионатында күміс жүлдені еншілеген болатын, ал 2016 жылы өзінің ауылында өткен Қытай Халық Республикасының Моңғол күрес ауданындағы ат майдандағы аударыспақтан екінші ашық Азия чемпионатында алтыннан алқа тағынған болатын Мұхат Қуанышұлы. Сонымен екінші орынды иеленген Серік Жеңісбек. Серік Жеңісбек түйе балуанда да бақ сынады бүгін, бірақ жолы болған жоқ. Орам Әуесханның төл шәкірті Батыр балуан Мұратбек Пышақбаев қазір екінші орын, яғни күміспен күптелген палуанға өзінің сый сияпатын табыс ететін болады. Арнайы медаль бар және 500 мың теңге жүлдесін алды. Екінші орынға 200 мың, бірінші орынға 700 мың, екінші орынға 500 мың. 80 келі салмақ дәрежесінде жеңіске жеткен, алтыннан алқа тағынған біздің студиямыздың қонағы Жанбатыр Бекмұсаевтың төл шәкірті Рахматулла Есімхан. 1994 жыл туған спортшы. Қазақстанның жастар арасында екі дүркін чемпионы, ересектер арасында биылғы өткен чемпионатта жеңіске жеткен. Небәрі 23-ке енді ғана аяқ басқан спортшы әлі алда талай жарыстарда жеңіске жетеді дейтін үмітіміз. Бұл Сырым мен Біржанның жолын қуатын нағыз палуан осы Рахматулла Есімхан болады деген үмітіміз бар. Оны әрине жасырмаймыз. Осылайша Есімхан Рахматулла 700 мың теңгені қанжығасына басты. Міне, 80 келі салмақ дәрежесіндегі жеңімпаздар, құрметті көрермен, сіздердің назарларыңызда. Командалық есепте Қазақстан Республикасы бірінші орынға шықты, екінші орынды Моңғол Халық Республикасы алды, ал үшінші үздік үштікті түйіндеген Қырғыз бен Қытай Халық Республикасының командасы. 90 келі салмақ дәрежесіндегі батырлар марапатталады. Қоланы қанағат тұтқан, қоланы арқалап еліне қайтатын қырғызстандық балуан Маратбек Алтымышев. Маратбек Алтымышев негізі жастайынан аударыспақпен айналысты деп айту артық шығар, дегенмен жасы егделеп қалса да, осы белі бекем, қолы құрыш, тақымы тастай балуандардың бірі осы Маратбек Алтымышев. 200 мың теңгені еншілікті айтты. Екінші орын күміспен күтілген моңғолиялық Ақби Бақытбек. Міне сіздердің назарларыңызда. Бұл спортшыда Орам Әуесханның шәкірті, жарыстың бас төрешісі Рамазан Сәттібайдың қолынан 500 мың теңгемен күміс жүлдені алатын болады. Барша жеңімпаздар мен жүлдегерлерді осынау шыққан шыңдармен шын жүрегімізбен құттықтаймыз. Және де 90 келі салмақ дәрежесінде бірінші орын иеленген Сырым Ізбасар, Қазақстан. And the first place in this 90 kilogram weight category goes to Ізбасаров Сырым, representing Kazakhstan. 90 келі салмақ дәрежесінде бет қаратқан жоқ. 3 белдесуінде бас аяғы 22 секунд алаң төрінде болған ол Сырым Ізбасар болатын. Осылайша халықаралық жарыстардағы жаңа рекордты қойды. Және айта кетейік, өзінің рекордын өз жаңартып отыр Сырым Ізбасаров. Осыған дейін 30 секундтан сәл ғана көп уақытта Азия чемпионатында осылайша жеңіске жеткен болатын 2016 жылы. Және сол кезде абсолюттік чемпионда, яғни түйе палуандық атақты жеңіп алған, және оның жеңіп алғанда бір өте қызық тарихи оқиға болды. Сырым мен
Біржан екеуі дәл бүгінгідей ақтық бәсекеде жолықты да Біржан өзінің інісі Сырымның қолын көтере салған еді. Осылайша ағалық ұлағатын өзінің жолын қиып тұрып Сырымға берген, және Сырым сол үмітті ақтады. Әлі күнге дейін чемпиондық атақтан айныған жоқ. Ал бүгін өзінің ағасы Біржанға қайтадан жолды берді. Міне Қытай Халық Республикасының спортшылары өздерінің алған жүлдесімен естелік суретке түсіп, өздерінің тілдерімен айтқанда рәсімге тартылып жатыр. Сонымен Сырым Ізбасаров жаңа ғана абсолюттік салмақта финалдық бәсекеге жолдамалы финалда күрескеннен кейін кішкене киім ауыстырып үлгермей қалған сияқты, міне жүгіріп, ентелеп, ентігіп, қос өкпесін қолына алып Сырым Ізбасаров жетті алтын жүлдесін алуға. Нағыз батыр, нағыз палуан ғой, шіркін ай. Бекболат Тілеуханның қолынан Сырым Ізбасаров алтын жүлдені еншіледі, 700 мың теңгені қанжыға байлады. Тамаша. Сырым Ізбасаров қандай жеңіске болмасын, лайық палуан. Лайық азамат. 90 келі салмақ дәрежесіндегі чемпиондар осылайша марапатталды. Жүлдегерлерге сый сипаттары табыс етілді. Барша жеңімпаздар мен жеңімпаздарды марапаттаған азаматтар сіздердің назарларыңызда. Алтыннан алқа тағынған Сырым Ізбасаров, күміспен күтілген Ақпи Бақытбек, қоланы алған Маратбек Алтымышев, Қырғызстан. 90 келіден жоғары салмақта. Сонымен ең ауыр салмақтағы балуандардың Моңғол Халық Республикасы жеңімпазы мен жүлдегерлері марапатталады. Үшінші орын еншілеген. Үш салмақта да Моңғолияның спортшылары бар. Біреуінде күміс, екеуінде қоладан жүлдені еншіледі. Міне Досжан Байыс. And the order is the head judge of our tournament, Mr. Ramazan Sattabay. Досжан Байысқа 200 мың теңгенің сертификат табысталады, және қола медаль мен мақтау қағазы балапандарда. 200 мың теңге. 90 келіден жоғары салмақта екінші орын Қанаты қатайғанда бізден тастайтын қыран сияқты әрбір ұстаздың да еңбек еленуі тиіс. Себебі бұл жігіттердің ұстаздары Рома Өсқан, Нұрдәулет Момынов, осы Даниярларды тәрбиелеген Ермек бар, Тоқтарханұлы. Сондай-ақ 3 салмақ дәрежесінде және абсолюттік чемпионды шығарған Жанбатыр Бекмұсаевтың, Ақылбай Манкеевтердің, сол оңтүстіктегі ұлттық спортты ұйытып отырған мектеп директоры Ғани Ахметбаевтардың еңбектері еленуге тиісті деп ойлаймыз. Елдің намысын, абыройын асқақтатып, туын көкке көтеріп жүрген спортшыларды шығарған сондай ошақ. Болатжан Олиев мырза Біржан Қосалиевті осылайша алтын жүлдесімен құттықтауда. Бүгін Біржан 2 рет марапатталады, және оған ол лайықты палуан. Жасы 32-де қазір Біржанның. Сонда да берлеріміз 25-тегі қылшылдап тұрған, қылышынан қан там, тепсе темір үзетін жігіттермен қатар қозғалады. Сонымен енді алтын белбеудің иегеріне барша сый-сияпат көрсетілуге тиісті. Біржан Қосалиевті әрине біз сахнадан алыстатқымыз келмейді. Алтын белбеуді беліне тағып 1 миллион теңгені қанжығасына байлайтын болады. Біржан Қосалиев 18 спортшының арасынан ең ауыр топты өнер көрсетіп, финалға шығып,
абсолюттік салмақтағы күш атасын танымас дейтін нағыз қазақтың аталы сөзін дәлелдеген Бержан Қосалиев, құрметті көрермен. Бержан Қосалиев қандай марапатқа болса да лайықты азамат, алтын белбеу табыстайды. Алтын белбеуді беліне ұлттық спорт түрлері қауымдастығының президенті осы жарысты ұйымдастыруға бірден бір себепкер болған азамат Бекболат Тілеухан міне табыстауда. Мұндай азаматтардың қолынан алтын белбеу тағынғанның өзі әрбір спортшы үшін арман болуға тиісті. Және оның жүлдесі дәл қазір табыс етілді. Құрметті көрермен, осылайша біздің көрсетілімізде өз мәресіне таяп келеді. Студиямыздың қонағы болған ұлттық және ат спорт мектебінің аударыспақтан Қазақстан Республикасының жаттықтырушысы Жанбатыр Бексаев мырза студиямызға келіп уақытыңызды бөліп, бізге әріптестік танытқаныңызға алғысымызды білдіреміз. Жақсы, рахмет сіздерге. Құрметті көрермен, жеңісті күндеріміз көп болсын деген тілегіміз бар. Әрдайым қазақтың көк туы көкте желбіресін. Атқа мінген қазақтың абыройы асқақтай берсін. Жангер қауым, қадірлі ұлттық спортты әспеттеген ағайын, мына біріншіден келгендеріңізге көптен мен алғысымды айтамын. Мінекей бейбітшіліктің арқасында, әлем назар Астанада болып жатқан экспоның арқасында осындай үлкен ұлттық дәстүріміз ұлықтаған шаралар өтіп жатыр. Балуанымыз анықталды. Шыны мәнінде өте бір көзге көрінетін осы батырлықтың бабалардан қалған ұлы мұраның бір ғажайып көрінісін бәріміз бірге тамашаладық. Барлығы құтты болсын, балуандарымыз жасай берсін, аттан түспейік ағайын, еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Баршаларыңызға рахмет айтамыз. Шетелден келген осы шарамызға белсене қатысқан барша спортшыларға, оның жанкүйерлерге, оның баптаушыларына, баршасына шынайы түрден сіздердің аттарыңыздан алғысымызды айтамын. Жақсылықтан жақсылыққа жете берейік ағайын. Аттан түспейік, аман болайық, ел аман, жұрт тыныш болсын. Көп рахмет, қадірменді ағайын. Бүгінгі жеңімпаздардың құрметіне Ибрагим Ескендердің орындауындағы көк тудың желбірегені. Ал жеңдер мереке тағы да құтты болсын. Елдігіміз жасай берсін кәнекей. Батырларға бір жақсылық қошеметіміз көрсек кәнекей. Береке құтты болсын ағайын. Елдігіміз, азаттығымыз, қазақтығымыз жасай берсін. Ұлттық спортымыз қарыштап самғай берсін кәнекей.
Рахмет.